Ұшаққа отыру үшін Атырау әуежайына ат басын тіредім. Көліктен түсе сала, әуежай қонақтарын қарсы алып тұрған сіздің бейнеңіздің жанынан тоқтамай өтіп кету мүмкін емес еді. Жансыз мүсініңізге қарап, нәзік тұлғасына жарасқан қайсар, батыл, жанары өткір, рухы мықты Хиуазды көрдім. Хиуаз ару, Хиуаз батыр, Хиуаз ана. Бейбіт заманның ұрпағы өзім мен сол бейбіт күн үшін сұрапыл соғысты басынан өткерген сіз екеуміздің жанарымыз түйісті. Ескерткішіңізге көз алмай қарап тұрып, сіз туралы білетінім көз алдыма кинодағыдай келе берді. Атырау топырағы талай дүлдүлдер мен ақындарды, күйшілер мен абыздарды, жыраулар мен жыршыларды, сонымен қатар хас батырларды қазақ еліне төгіп берген топырақ. Сіз өмірге келген Құрманғазы ауданы неткен киелі еді шіркін. 1922 жылы 15 мамырда балықшы отбасында өмірге іңгәлап сіз келіпсіз. Бойыңыздағы батылдық, отанға деген адалдық, қайсарлық әкеңіз бен ұстаз анаңыздан дарса керек. Өз естеліктеріңізде айтылғандай, бала күніңізде Мәншік Мәметовамен бірге болып, бір көшеде ойнағаныңызды оқығанымда таңғалысымды жасырада алмаймын. Есімдері тарихта мәңгі қалған бір көшенің батыр қыздардың мінездерінде де ұқсастық, алғырлық, қайсарлық, адалдық от, жалын бала күннен бірге тұтанған ау шамасы. Көз алдыма мектеп қабырғасын үздік бағамен тәмамдаған талдырмаш жас қыз Хиуаздың ұшқыш болуды армандаған Хиуазды елестеттім. Арманыңыз неткен асқақ еді. Қазіргі таңда, қазіргі бейбіт күнде ондай арманды арулардың сирегені қалай дегенде сұрақ айналып өтпеді мені. Хиуаз ана, сіздің қайсарлығыңызға тәнті болған атақты ұшқыш әйел Марина Раскова сол кезде-ақ сізге зор үміт артқан екен. Есімдері кең тараған ұшқыш әйелдер Гриза Будова, Осипенко, Расковаларға еріктеген Хиуаз Доспанова қазақтың Хиуазы үмітті ақтады. Бұл сіздің асқан жауапты, отанына берілген, рухы мықты жан екеніңіздің дәлелі деп түсінемін. Жаумен аспандағы шайқаста 300 рет болып, ұшақтан 14 рет жерге құладыңыз. 4 мәрте ауыр жарақат алып, әр сынған сүйектеріңізді орындарына салдырып, аяқтан нық тұру үшін айлап госпиталь төсегіне таңылдыңыз. Төсекке байланып жату сізге азап еді. Сіз тәніңіз жаралы болса да, ұшаққа отырып, көкте қалықтағыңыз келді. Жасырынған жау әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасап, жеңісті күндерді сағатқа, тіпті минутқа болса да жақындатуды ойладыңыз. Осыдан кейін майдан даласына оралған сізді майдандастарыңыз ұшаққа көтеріп, әкеліп отырғызып жүрген. Ұшаққа мініп түсуі қиын болғандықтан, қыздарға салмақ салмау үшін талай мәрте кабинада түнеп те жүрдіңіз ау, батыр ана. Алайда, кейін денсаулығыңызға байланысты сізге әуеге көтерілуге тыйым салынды. Осыдан кейін полк байланысының бастығы болып бекітілдіңіз. Соғыстың қиындығын айтып таусуы мүмкін емес. Ойласам, түнімен кірпік ілмеймін, жаным түршігеді, ешкімге тілемеймін деген едіңіз сұхбаттарыңыздың бірінде. Иә, ауыр екенін де, еске түсіру азап екенін де түсінемін. Түсінемін де, ауыр күрсінемін. Соғыстан кейінгі жылдары да сіз қоғам өміріне белсене араластыңыз. Алматы қаласындағы Медеу спорт кешенін салуға және көптеген тарихи маңызы бар еңселі ғимараттардың құрылысына ер азаматтармен иық тірестіре жүріп араласып,
көптеген игі жұмыстардың ортасынан табылдыңыз. 2004 жылы ғана Хиуаз Доспановаға еліміздегі ең жоғарғы марапат халық қаһарманы атағы беріліп, алтын жұлдыз белгісі тапсырылды. Бұл кезде сіз 82 жаста едіңіз, Хиуаз ана. Ұлы Отан соғысында айрықша ерлік көрсеткен ұшқыш қызды халқы осы сәттен кейін ғана жақынырақ танып, біле бастағаны қандай өкінішті еді. Хиуаз ару, Хиуаз батыр, Хиуаз ана. Менің жасым қазір 16-да, ал сізге биыл 100 жыл. Мен өмірге келіп, 2 жасқа толған кезде сіз өмірден өтіпсіз. Бірақ сіз туралы, сіздің ерен еңбегіңіз бен ер азаматқа тән қайсарлығыңызға тәнті бүгінгі ұрпақ. Менің құрдастарым. Бүгінде Атырау қаласында сіздің атыңызда үлкен әуежай, ескерткіш, спорт сарайы. Алматы қаласында өзіңізді тұрған көшеге атыңыз берілді. Бұған қоса, Air Астана әуе компаниясы Embraer 190 ұшағына Хиуаз есімін берді. Мен сіздің жерлесіңіз болғаным үшін, сізбен бірге қазақ деген ұлы халықтың ұрпағы болғаным үшін мақтанамын. Қазақта әлі талай Хиуаз есімді қыздар туылып, сізге ұқсағысы келетін асқақ арманды арулар, аналар көбейетіне сенемін.